Сіз де адамдардың арасында ұялып, түшкірікті ішіңізде сақтап қаласыз ба? Мұрныңызды қысып, аузыңызды жауып, жай ғана бітсе еткізіп тоқтата саласыз ба? Құттықтаймын, сіз дәл қазір өз басыңызға бомба жарып алдыңыз. Сіз түшкіру кезіндегі ауаның жылдамдығы сағатына 160 шақырым екенін білесіз бе? Бұл нағыз дауыл. Егер сіз оны сыртқа шығармай ішіңізде қалдырсаңыз, ол қысым құлақ жарғағын жарып, көздің қан тамырларын жарып, тіпті миыңызға зақым келтіруі әбден мүмкін. Бүгін біз неге түшкіретінімізді және неге түшкіру ағзаның перезагрузкасы екенін айтамыз. Түшкіру бұл мидың ребут жасауы. Ғалымдар анықтағандай, түшкіру бұл компьютеріңіз қатып қалғанда перезагрузка жасағанмен бірдей. Мұрын ішіне вирус, шаң немесе аллерген түскенде миға сигнал барады. Ми бірден барлық бұлшықетке команда береді, дереу тазарту керек. Сол сәтте өкпеңіздегі барлық ауа үлкен қысыммен мұрын арқылы сыртқа атылады. Бұл сіздің ағзаңыздың өзін-өзі қорғау инстинкті. Егер түшкірмесеңіз, сол вирустар тікелей өкпеңізге түсіп, сізді ауру қылады. Ең танымал миф түшкіргенде жүрек тоқтап қалады. Бұл қаншалықты рас? Шындығында түшкіру кезінде кеудедегі қысым қатты көтеріледі де, жүрек соғысының ырғағы, яғни ритмі бір сәтке өзгереді. Сондықтан бізге жүрек кілт тоқтап қалғандай сезіледі. Бірақ қорықпаңыз, жүрегіңіз тоқтамайды. Бірақ көзіңіз ашық күйде түшкіре алмайтыныңыз ол шындық. Неге? Себебі қысымның қаттылығынан көз алмасы орнынан шығып кетпеуі үшін ми автоматты түрде қабақты жауып тастайды. Бұл табиғаттың сақтандыруы. Неге кейбір адамдар күнге қараған кезде түшкіреді? Әлемдегі әрбір 4-ші адам күнге қарағанда түшкіре бастайды. Бұл фотостық түшкіру деп аталады. Бұл генетикалық қателік. Көзден келетін көру жүйкесі мен мұрыннан келетін жүйке мида тым қатты жақын орналасқан. Күннің жарығы көзді ұрғанда ми сигналдарды шатастырып, мұрынға түшкір деген бұйрық беріп жібереді. Сізде де сондай ма? Пікірге жазыңыз. Түшкірікті тыюдың зардабы. Егер сіз түшкірікті ішіңізде сақтасаңыз, мынадай жағдайлар болуы мүмкін. Құлақ жарғағының жарылуы. Қысым құлаққа кетіп, есту қабілетінен айыруы мүмкін. Көздегі қан тамырлары, көздің ағы қанға толып кетуі әбден мүмкін. Ми аневризмасы өте сирек, бірақ өте қауіпті жағдай. Мидағы қан тамырының жарылуы. Сондықтан ұялмаңыз, рахаттанып түшкіріңіз. Тек бетіңізді майлықпен немесе шынтағыңызбен жабыңыз. Енді білетін боласыз, түшкіру бұл жай ғана дыбыс емес, бұл ағзаның құтқару операциясы. Сіз қатарына неше рет түшкіресіз? Рекордтарыңызды пікірге жазыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, түшкіруден ұялатын досыңызға жіберіңіз. Сау болыңыз.